Жақсылық пен жамандық. Бұрынғы заманда жақсылық пен жамандық жолдас болыпты. Екеуінің де ат тоны азығы болыпты. Бірақ жамандық өз азығын шығармай екеуі жақсылықтың азығымен күнелтіп жүріпті. Жеп жүргенде жақсылықтың азығы таусылыпты. Жамандық айтыпты: жақсылығым, азығың таусылды, енді қайтесің депті. Жақсылық: жамандығым, өзің біл депті. Өзім білсем, атыңды сояйық дейді жамандық. Жақсылықтың атын сойып, етін екеуі бөліп жепті. Азық тағы таусылыпты. Жақсылығым, енді қайтесің, атыңның еті таусылды деді жамандық. Жамандығым, өзіңіз біліңіз депті жақсылық. Өзім білсем, жақсылығым, бір құлағыңды пісіріп өзіңе берейін, жеймісің дейді жамандық. Жеймін жамандығым депті жақсылық. Бір құлағын кесті, бір күнге азық болды. Жамандық айтты: бір құлағыңды бір күнге тағы да асып берейін депті. Жақсылықтың екінші құлағы да асылды. Бір күнге азық болды. Екінші күні тағы да азық таусылды. Жақсылығым, енді қайтейін депті жамандық. Жамандығым, өзің біл депті жақсылық. Жақсылығым, өзің білсем, бір көзіңді қойып, бір күнге азық қылып берейін депті жамандық. Сөйтіп жақсылықтың ат тоны, азығы, құлағы, көз таусылыпты. Жамандық жақсылықтың азығын бірге жеп таусыпты. Жақсылықтың азығы таусылған соң жамандық азығын бермейді. Жақсылығым, атыңды сойып жедік, екі көзіңді қойып, құлағыңды кесіп, 4 күн азық бердім. Жақсылығым, енді қайтесің? Енді құлағың жоқ, сені тастап кетемін деді. Жамандығым, тастап кетсең, бір қалың тоғайдың ішіне таста дейді жақсылық. Жамандық қалың қара тоғайдың ішіне жақсылықты әкеліп тастап кетті. Тоғайдың ішінде жақсылық отырса, бір жолбарыс, бір түлкі, бір қасқыр кеңеседі. Қасқыр айтады: жолбарысым, сен осы тоғайдан шықпайсың, тоғайда не істеп жүресің дейді. Бұл тоғайда 2 бәйтерек бар. Көзсізге көз береді, құлақсызға құлақ береді. Мен соны аңдып отырамын деді жолбарыс. Жолбарыс айтты: сен қасқыр, осы жерден шықпайсың, не қылып жүресің деді. Мына жерде бір 1000 қойы бар, бай бар. Ол байдың бір қара төбеті бар. Осы қара төбеттің сүйегі өлген кісіге жан береді. Мен соны алайын деп жүрмін деді қасқыр. Қасқыр айтты: сен түлкім, осы арада обаның түбінен шықпайсың, не қылып жүрсің деді. Қара обаның түбінде ат басындай алтын бар, осыны алайын деп жүрмін деді түлкі. Бағанағы жақсылық шөбінің сөзін естіді. Тоғайдың ішін аралап жүргенде 2 бәйтерекке қол тиді. Көзіне үйкеді, көзі бітті. Құлағын үйкеді, 2 құлақ бітті. Тоғайдан жақсылық шықты. Бағанағы қара обаның түбіне келді. Түлкінің қарап жүрген ат басындай алтынды алды. Ат басындай алтынды алып, 1000 қойлы байдікіне келді. Бай: қара төбетіңді сатамысың? Ат басындай алтын берейін деді. Ат басындай алтын берсең ал деді бай. Қара төбетті ат басындай алтын беріп алды да далаға алып шықты. Қара төбетті бір жерге келіп ұрып өлтірді. Жақсылық шақпағын шақты, от жақты. Қара төбетті өртеді. Құр қара төбеттің сүйегі қалды. Сүйегін жақсылық алды. Сүйегін алып түйді. Түйіп ет қалтасына салып алды. Жүріп бір хандікіне келді. Неғып жүрген адамсың деді ханның ханшасы. Ұлсызға ұл болайын деп жүрмін, қызсызға қыз болайын деп жүрмін. Ханның ханшасы айтты: ұлсызға ұл болсаң маған ұл бол, менің ұлым жоқ, хан ауырып жатыр деді. Ұл болайын саған деді жақсылық. Ұл болып жылқыға кетті. Кешке жақсылық жылқыдан келсе хан өліп қалыпты. Ханша жылап отыр. Жақсылық жылқыдан келіп: жылама, тірілер деді. Бағанағы қара төбеттің сүйегінен ханшаға кішкене беріп, қара төбеттің сүйегі өлген кісіге жан береді, апарып ханның аузына сал дейді. Ханша барып ханның аузына салып еді, хан: қатты ұйықтап кетіппін деп түрегелді. Ертеңінде хан ел жұртын жиды. Жақсылық ханшаға: хан ел жұртын жиып алып, маған жақсылық қылған кісі бар ма деп сұраса, мені айтпа деп өзі жылқыға кетті.
ертеңіне ел жұртынан хан маған жақсылық қылған кісі бар ма деп сұрады. Ел жұрты ешкім жақсылық қылған жоқ деді. Ел жұрты тарқап кетті. Енді кім қалды деді хан. Ханша айтты, ханым, сен ауырып жатқанда мен бір жігітті бала қылып алып едім. Жылқыда бір солақ қалды, соны шақыр деді. Хан жақсылықты шақыртып алды. Сен маған жақсылық қылдың ба деді хан. Мен сізге көп жақсылық қылғаным жоқ. Қаншаға бір кішкене ақ дәрі беріп едім. Қанша апарып сіздің аузыңызға салды. Сіз қатты ұйықтап кеткен екенмін деп түрегелдіңіз. Мен содан басқа жақсылық қылғаным жоқ деді. Қанша дәрі бергені шын ба деп хан сұрады. Қанша айтты, шын, бергені рас деді. Хан алтын тағынан түсіп, алтын тағын жақсылыққа берді. Ай десе ауызы бар, күн десе көзі бар бір сұлу қызы бар екен, сол жалғыз қызын берді. Қара құладан қақ жарып малын берді, күйеу қылып алды, жақсылық байып тұрды. Жақсылық бір күндері жылқыда жүрсе, баяғы жолдас болған жамандық жолдасы кез келеді. Жақсылық, сен қалай адам болдың деді жамандық. Жақсылық барлық шынын айтты. Жамандық айтты, жақсылығым, мені қалың қара тоғайдың ішіне апарып тасташы, мен де сендей адам болар мекенмін дейді. Мен сенің екі көзіңді ойып, екі құлағыңды кесіп алып, тоғайдың ішіне тастап кетейін, сен де адам боласың деді жақсылық. Жақсылық апарып тоғайдың ішіне жамандықты тастады. Барлық байлықтарынан айырылып, әбден ашуланған түлкі, қасқыр, жолбарыс шөгі тоғайдың ішін қарап жүріп, бір жерде жамандықты тауып алып, жеп қойды. Жақсылыққа жақсылық, жамандыққа жамандық деген осы екен.